Сәлем достар, адамзат өркениетінің дамуына сиырлардың қосқан үлесі зор деп айтсақ, еш қателеспейтін шығармыз. Сиырларсыз әлем қандай болар еді? Дәлірек айтсақ, адамдар оларды ерте заманда қолға үйретпегенде не болар еді? Bir қатар салалар көптеген ғасырлар бойы дәл осы жануарларға тәуелді болды емес пе? Қазақ халқы үшін аса құрметті бұл төрт түлік жануардың сүті, еті, терісі деп жатталған сөздерді айта беруді шаршамадыңыздар ма? Бүгінгі видеода мен сіздерге камераға түскен сиырлармен байланысты ең ерекше видеоларды назарларыңызға ұсынамын. Сіздермен бірге пазл арнасы. Мен бастаймын. Көпшілік сиырларды сабырға мол, жайылымда өзімен өзі баяу шөпті жеп жүретін жануар деп ойлайды. Алайда сіз сиырда қатты жүгіруге қабілеті бар екен білдіңіздер ме? Сиырдың жинай алатын жылдамдығы сағатына 50 шақырымға тең екен. Сенбесеңіз, мына бір видео соған дәлел. Жеке өзім шауып бара жатқан сиырды бірінші рет көріп тұрмын. Жан керек болса ең баяу ұлу да жүгіретін шығар деп ойлаймын. Себебі сиырды соғымға дайындап байлап қойған күйінде ол жұлқынып қаша жөнелді екен. Зор жылдамдыққа ие жануарларды ертеп қойға болады емес пе? Солай мына видеодағы қыз сиырдың үстінде бұл жануар үшін оңай емес әдістермен секіріп келеді. Шыны керек көзге бір түрлі болып көрінетін жағдай екен. Дәл сіз сиырларды икемсіз жануарлар деп ойладыңыздар ма? Ондай болса сіз қателесесіз, себебі сиырлар жүгіре де алады, секіре де алады. Барлығын дұрыс естідіңіз, секіре де алады екен олар. Мына видеодағы сиыр нағыз спортсмен ұқсап өзенге секірді. Үндістанда мекен ететін зебу деген сиырлардың түрі суға осылай секіруді ұнатады екен. Бір жағынан олардың денелері бұл трюктерге икемді болуы да мүмкін, себебі интернетте ондай видеолар баршылық. Міне суға секіретін басқандай зебулар. Біздің сиырларымыз да секіре алады. Секіргенде қалай? Бұл салмақтағы жануарлар дәл солай секіре алмас еді. Қараңдаршы, 2 метрлік қашалар түкке тұрмай қалды ғой. Мынау енді нағыз өнер. Әлде бұқаның тестостероны ұрып тұрма? Осындай максималды биік қоршауды аттап өткендей болды. Ал мына бұқа сол акробатикалық элементті қайталамақ болып масқара болды. Қоршаудан секіремін деп сол жерде тұрып қалды. Кейін салмақпен оны майыстырып жіберді. Ақыр сол жерде қысылды да қалды. Не дегенмен малдың аты мал емес пе? Кейде осындай жағдайларда болып жатады. Бұл сиыр бассейннен су ішпек болып, бір нәрседен қорқып кетіп, осылай шошып, суға бір-ақ түсті. Ал мына сиыр иттерден қашып судан қорған таппақ болды. Бұл жолы оның артынан тек иттер емес, ковбойлар да қуған екен. Бір көздеп тастаған қанат және сиыр ұсталды. Бірақ мен айтып қояйын, егер сиырлар қашамын десе, оларды сіз ұстай алмайсыз. Маған сеніңізші, оларды ұстау өте қиын болады. Мынандай жағдай қалай болғанын білмеймін, бірақ миллионға бір болатын оқиға емес пе? Бұл камераға түспесе, ешкім сенбес еді деген жанрдағы видео ғой мынау. Жүк орналасатын орында басқа тұяқты достарымызды байқасақ болады. Демек, ол босап, осылай мына жерге өрмелеп кеткені болса керек. Өкінішке орай видеоның аяғын біле алмаймыз, себебі видео осы жерде бітеді. Сиырдың қалай түскені маған өте қызықты болып тұр. Ал мына видеодағы үйдің төбесіне өрмелеп шыққан сиырдың жерге түсуі таспаланып қалды. Сондықтан ол қалай түскенін бақылай аламыз. Адамдар оны түрткілеп итерген соң, ол жай осындай биіктіктен секіре салды.
Негізі барлық жақсы аяқталғанымен бұл жерден сиырды түсіруге басқандай амалды табуға болар ма еді деп ойлап тұрмын бар ғой. Жануарларға барынша сүйіспеншілікпен қарасақ па деген оймен айтып тұрмын ғой. Айтпақшы, осы тұста кеше шыққан видеоның үздік пікірін көрсете кетейін. Мен бұл адаммен 100% келісемін. Сіз де өз ойыңызды жаза отырыңыз. Мүмкін келесі видеоға сіздің пікіріңізді енгізіп қалатын шығармын. Иә, солай кейбір адамдарда жануарларға деген мейірімділік мүлде жоқ. Және бұл Шымкентте болған жағдайда ұры сиырды ұрлап кетіп, аяқтарын кесіп алып кетіпті. Мен бұл іс не үшін істелінген білмеймін, бірақ жағдай өте сұмдық. Әрине, мен бұл видеоны YouTube'та толықтай көрсете алмаймын. Сондықтан толық нұсқасын менің телеграмымнан таба аласыздар. Кіріңіздер, қараңыздар, ол жерде видеоға енбейтін ең сұмдық видеолар мен үрейлі жаңалықтар жиі шығып отырады. 4 аяғын бірдей кесіп алып кеткен. Бүгін нешесі? Екісі. Ебать нахуй. Жарайды, енді жаманнан жақсыға көңіл күйді көтеретін нәрсеге оралайықшы. Бұл жағдайда қателеспесем оңтүстік Қазақстан өңірінде болды. Ана, класстастарға билет бер. Ай та-ти-та-ти-та-тай, ти-та-ти-та-ти-та-тай, ай да-ри-да-ди-дай-дай, ой маладес, ай да-дай, класстастарың қайда екен, қыздар менен тойда екен, ой мал. Енді қазір мойындаңызшы, сізде де полиция қызметкерлерін көрген кезде бір түрлі жайсыздық сезімі пайда бола ма? Мына келесі видеодағы сиырда дәл солай. Полиция қызметкерін көріп, бірден оны сүзіп тастамақшы болды. Ал бұл мүлде күлкілі жағдай. Балалар алаңында полиция қызметкері сиырдан қашып құтыла алмай жүр. Ал сіз үлкен сиырдың сүт ішкенін көрдіңіз бе? Жоқ, сөзімді дұрыстап айтайын. Бұзау емес, үлкен сиырдың өз-өзінен сүт ішкенін көрдіңіздер ме? Кейде сүт бездері ауырып, қысқанда сиырлар осылай істеуі мүмкін екен. Бірақ көбінесе олар сүтті супермаркеттерден алады. Сенбейсіз бе? Міне қараңыздар, бұл сиыр супермаркетке кіріп, аралап, қайта өз үйіне қайтты. Осындай және де басқандай жануарлармен байланысты видеолар қызықты болса, біздің арнамызда мынандай плейлисттер бар. Ол жерде сіз жануарлар жайлы өте көп қызықты, пайдалы және ақпаратқа мол видеоларды көре аласыздар. Міндетті түрде басып қарай кетіңіздер. Ал егер дәл бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, мені осындай үлкен лайкпен марапаттап кетіңізші. Төменде лайк басып, арнаға тіркелуге де ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен болған мен Әділ, бүгінге осы пазлға жазыл.